Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін бауырсақ ертегісін тыңдайтын боламыз. Ертегімізді бастамай тұрып, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы кемпіріне: «Ей кемпір, бауырсақ пісірші, жегім келіп тұрғаны» деп айтады. Кемпір болса, бауырсақ пісіріп, бауырсақ ыстық болғандықтан суысын деп терезенің алдына қойып қояды. Терезенің алдында тұрып шаршаған бауырсақ секіріп түсіп орманға қарай домалай жөнеледі. Сол кезде оның алдынан қоян шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, жемеші, мен саған ән айтып берейін» дейді. Қоян мұқият тыңдап тұрады. Ал бауырсақ болса: «Атамнан қаштым, апамнан қаштым, ал енді сенен де қашамын» деп қаша жөнеледі. Солай кетіп, дөңгеленіп, орманда қыдырып жүрген кезде алдынан қасқыр шығады. Қасқырды: «Ей бауырсақ, мен сені жеймін» дейді. «Жоқ, жемеші, мен саған ән айтып берейін». «Атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, енді мен сенен де қашып кетемін» деп дөңгелей жөнеледі. Солай домалап бара жатқан кезде алдынан аю шығады. «Ей бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, жемеші, мен саған ән айтып беремін» деп өзінің әнін тағы да айтып береді. Солай тағы қашып кеткеннен кейін домалап, жан-жағына қарап, орманды тамсанып келе жатқан кезде алдынан бір қу түлкі шығады. «Ей бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, жемеші, мен саған ән айтып берейін» дейді. «Жарайды, тыңдайық» дейді. «Атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым, енді сенен де қашамын» дей берген сол еді, түлкі бауырсақты тоқта бауырсақ деп тоқтатып алады. «Менің жасым келіп қалған, менің құлағым естімейтін еді, сен менің тұмсығыма шығып отырып айтшы» дейді. Бауырсақ қайтадан өзінің әнін айта бастаған кезде түлкі: «Мен сені енді жеймін» деп айтады. Бауырсақ болса: «Жоқ түлкі, мені жеме, мені жеп пайда таппайсың, одан да сені өзімнің атам мен апама алып барайын, менің үйіме барып дәмді тағамдар жейтін боламыз» дейді. Түлкі оған келісе кетеді. Жол-жөнекей аюды, қасқырды, қоянды да ертіп алады. Осылай бауырсақ орманда тапқан достарын ертіп, атасы мен апасының үйіне алып келеді. Барлығы дәмді тамақ ішіп, әңгіме-дүкен құрып отырады. Сау болыңдар балалар.